оқу жылының бастауына да аз қалды. Ата-аналар оқушы балдарына мектепке киім, канцелярлық тауарлар алуды бастап кетті. Ал егерде бастамаған болсаңыз, Барс медиа арнасының бұл арнайы репортажын соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Себебі біз Алматының ең саудасы қайнап тұрған жерлерге барып, бір оқушы балаға қанша ақша кететінін есептеп, ең қалтаға қонымды жерлер туралы айтатын боламыз. Ең бірінші көздеген нысанамыз Барахолка базары. Біз ең бірінші канцелярлық тауарлар сататын дүңгіршектерді іздедік. Жолымыз ең бірінші осы дүңгіршекке түсті. Жатыр мысалы бастауыш сынып балдары бар ғой енді. Соларға бір балаға негізі қанша кетіп жатыр? Примерно канцтоварлар бізде халыққа қолжетімді бағада. Бастауыш сынып оқушыларына бізде 5 мыңнан 10 мыңға дейінгі бағаларда. 12-ге 166 теңгеден түсіп тұр. Так, 2000 теңге деңіз, сосын пенал. Сала пенал, обычно пеналдар қаншадан болады? Осылайша біз мектепке керекті ең басты құрал жабдықтарды есептедік. Достар, өздеріңіз көргендей, бұл жерден мектепке керекті ең қажетті заттарды небәрі 9570-ке алуға болады екен оптом бағада. Мектепке дайындыққа әсіресе көп балалы отбасылар көбірек қаражат жұмсайтыны белгілі. 5 баланың анасы кейде 2 балаға бір құралды алатынын айтады. Біреу алып тұрмыз. Қазір бұл жерде де мен әрқайсысына біреу алып тұрған жоқ. Үнемдеп, жағдайына қарап. Екеуіне бар біреу. Достар, біз жаңағы жерден канцелярлық тауарлардың бағасын білдік, яғни орташа жоқ дегенде 10 мың алып шығу керек екен. Енді біз салыстырмалы түрде басқа жерлерді де көретін боламыз. Даптер 20 теңгеден дедіңіз, сізде оптом баға жоқ, яғни оптом дегенде қанша тетрадь алсаңыз да своя цена 20 теңге. Барлық жерде сондай ма, емес пе? Көп жерлерде осы Тетрадьтың негізі на самом деле барлығы, мысалы сіздер бағана айтқан 3 теңге дегендеріңіздің бәрі бір бағада аламыз, 27 теңге. Тетрадьтың на самом деле 27 теңге. Енді әр адам әртүрлі сатады мысалы. Біз өзіміз ценасын сатамыз, бірақ заттар бізде оптом бағада. Ал олар 3 теңге тетрадь арзан болғанмен неғып қымбат болып есептеледі. Бұл жерден біз аса қатты айырмашылықты байқамадық. Бір заттар арзан болғанымен, бір заттар қымбат. Осы тізім бойынша сұраған құралдар бағасы 9150 теңге шықты. Келе жатып, көзіміз мектеп сөмкелеріне түсті, бағаларын біліп едік. Жоқ, қанша мыңнан басталады? 5 мыңнан басталады, міне 5 мыңнандай. Осыдан басталады, 10 мыңға дейін бар ғой. Сапалары қандай? Бұл бір сезоннан кейін жыртылып қалмай ма? Жоқ, міне. Мынандайларды ұстайды, мынаны да ұстайды, 2 жыл ұстайды. Достар, біз Ақбұлақтағы канцелярлық тауарлардың бағасын білдік, енді мектеп формаларының бағасын білек. Ой. Мысалы, бірінші класс дейікші, бірінші классқа мына бір костюм қанша болады? Мыналар 18 мыңнан. Костюм тройка, бұлар жакетмен, костюм и шалбармен жүреді. Рубашкасымен бәрі бірге 18 мың ба? Жоқ, рубашка отдельно бар. Рубашкасы отдельно қанша? Рубашка 4,5-нан. 4,5-нан? Бұл неге 18 мың? Турецкий ма? Под турси бұлар. Материалдар турецкий, тігілістер Өзбекстан. Барлығы ма? Парасы 2 бантик 1000 теңге ма? 1000 теңге, 2 парасына 1000 теңге екен. Базар болғасын бағада әртүрлі, салыстырмалы түрде басқа сатушыдан да мектеп киімінің бағасын біле салдық. Мысалы, мынау бірінші, екінші класстағы қыздарына, қанша болады айтыңызшы? Мысалы, сарафандар. 3X'ге 6500'ден, петли сарафандар 13 мыңдан. Рубашкалары тоже сонда ғой, петли саншалар 6500, 7 мыңдан, 6 мыңдан. 3X'лер короткіліктер 4 мыңдан, 4,5 мыңдан. Достар, біз мектеп формаларының ұлдарға, қыздарға бағаларын естідік. Енді аяқ киімдердің бағасын сіздер үшін біліп берейік. Бірінші класстар көбісі несі қайсысын алады? Надан алады, сабионтар жақсы өтеді бізде. Бірінші классқа ма? Иә. Бұлар қанша мыңнан? Жеп-жеңі салмағы. Қанша мыңнан? 8-ге. 8 мың? Бұл производство қандай? Өндіруші? Сабионтар пекинский. Пекинский? 8 мың. Достар, біз Ақбұлақтағы бағаларды білдік. Енді Байсатқа баратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бір бастауыш сынып оқушысы, екінші, үшінші класс жинағы. Қанша болады? Дәптер, мысалы, оларға минимум 20 дәптерден керек. Яғни 20 клетка, 20 жол, мысалы.
Орысша сөйлесем бола ма? Иә, айтып беріңіз. Смотрите, средний чек на первоклассника, если посчитать вместе с рюкзаком, у него где-то примерно обойдется сумма 10-15 тысяч тенге. Туда не 20, потому что 20 тетрадок не хватит. Там ему надо будет клетку, косую линию, потом это пластилины, акварельные краски, кисточки, карандаши, простые карандаши, ручки, обложки для тетради. Это если все взять вместе и Дайте за почитаем. минус. Байсаттағы бұл жерден осы тізім бойынша бірінші сынып оқушысына керекті басты құралдарды есептетіп алдық. Бұл тізімде дәптерден бастап пластилинға дейін бар. Айта кетейік, бұл бағалар тек оптом сатып алсаңыз екен. И, к примеру, мы без рюкзака набрали то, что самое все необходимое, 10 600. Это бірінші классқа, Это вот на первый класс. Достар, біз Байсат сауда орталығындағы осы бір дүңгіршектегі бағаларды білдік. Мұнда бірінші сынып оқушысына 10-15 мың теңге қаражат кетеді екен. Егер де жоғарғы сынып оқушылары болса, оларға әлде қайда азырақ қаржы кетеді екен. Сөмкелердің де бағасын сұрап едік, 4 мыңнан басталып 7 мыңға дейін екен. Мынау самый дорогой 7 мың. Қайсы? Самый дорогой. Мынау. Мынау 3 в одном. Сумка, шопер и этот. Чок розничный. Мынау поменьше я. А вон те, какую цену пацанячим? Пацанятия по 5000. Верхние черные, спорт. Нижние девчачьи. Вот этот полочка, они все по 5000. Достар, бүгін бізде түсірілімнің екінші күні. Біз кеше барахолкада болдық, Байсатта болдық. Бүгін біз көк базарға барып бағаларын білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал біз көк базарға да келдік. Бірінші мектеп формаларын сататын дүңгіршекті көріп қалдық. Бағаларын білейік. Бағалар қаншадан басталады? Бұлар тройкалар, жакетімен, шалбары, костюм. 15.500 ден тұрады. 15.500? Производствосы қандай? Бұлар Турция. Турция? Бұл біраз уақыт бір сезонға жетеді, бір жылға? Иә, бір жылға спокойно жетеді. Яғни 15.500-ден басталады. Қанша мыңға дейін? Бірінші, екінші, бесінші классқа дейін бәрі 15.500-ден. Тройкалардың бәрі 15.500-ден. Қызға да, ұлға да 15.500-ден. Үлкен класстардікі пижақтардың өзі 15.000. Қыздардың формасы 15-ден басталды ма? Ішінде тройка, иә? Тройка. Юбкасы мен жакеті бар, юбкасы тройкалар. Бұлардың өндірушісі? Бұлар қырғыз. Қырғызда. Отандық өндірушілерден киімдер бар ма осындай мектеп формалары? Мектеп формасының басты атрибуты ақ жейде. Мұнда жейде бағалары 5500-ден басталып 7,5 мыңға дейін екен. Біз көк базардағы мектепке арналған аяқ киімдер бағасында білдік. Сіздерде бағалар қаншадан басталады, өндірушілер қандай? Так, өндірушілер мынау Китай, мынау Турция. Китайскиялар 10-нан 13-ке дейін пределах. 13 мың аралығы ма? Иә. Ал нелер 10-нан 20-ға дейін. 10-нан 20 мыңға дейін. Көбінесе қайсыны алып жатыр? Көбінесе сол бәрбірде де елдер качествосына қарайды ғой, сол үшін олар Турцияны алып жатыр. Бұның бағасы қанша? 18. 18 мың. Скидка жасап бересіздер ме көп балаларға? Конечно. Отандық өндіруші бір киімдер бар ма сіздерде? Жоқ, отандық жоқ. Тәтена, ұлдардың бағаларын айтып жіберсеңіз, бұл Пекин, Турция деп бөлінеді. Тоже турецкиялар до 20, ал нелер 10 мың 15 мыңның арасы. Пекин. Пекин 10-15 аралық. Араларында 5 мың разница екен. Пекиннің аяқ киімін қанша уақыт киеді мысалы? Негізі качестволары бірдей ғой, просто бағасына. Бағасы ғана? А так пекинскийді кейде турецкийден де көп киеді. Ал енді канцелярлық тауарларға көшсек. Канцтауарларды іздеп жүріп, көзіміз осы кісіге түсті. Атамыз көк базар бойынша ең арзан баға бізде деп ағынан жарылды. Оптом қанша теңгеден бастады? Ең арзан бізде өзде. Зеленый базар бойынша ең арзан сіздерде ма? 30 теңгеден, е? Пәндік жұмыс дәптерлер ше? А ручки? Карандаш. Простой карандаш.
Простой карандашшы. Ол 30 теңгеден. Мхм. Мал 20 теңге. Көк базардағы ең арзан баға осы кісіде ма деп қалдық шынымен де. Себебі А вообще тетради, ой, ұзаққа шыдай ма бұлар? 40 тенге? Біреуі 40 теңге ма? Мынау рюкзактар қаншадан? Қайсы? Налар? 12 мың. 12 мың? Неге қымбат? Көк базардағы мектеп сөмкелерінің бағалары анау айтқандай арзан емес екен. Барахолкамен салыстырғанда 2 есеге қымбат. Достар, біздің келесі нысанымыз Мегапарк сауда орталығы. Біз Мегапарк сауда орталығындағы Глассман бутигіндегі мектеп формаларының бағасын білетін боламыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Глассман отандық көш бастап тұрған өндіруші компаниялардың бірі. Баға жағынан қымбаттау болғанымен сапасына шағымданатында рас екен. Девушка, тройка ма? 16 ма? Жалғыз костюм 16 ма? А тройкалар бар ма? Тройкамен емес, бізде резина бірақ жинауға болады. А мысалы жинаса қанша болып шығады сонда? Где-то так тройканы жинаса ма? Иә. 16 мың. Кішкентай размерлер ма? Иә, бірінші екінші классқа келіп Так, 16 мың, это 7 мың. Ага, не жетім? Жилеткалар. Жилетка 7 мың, и юбкалар 9 мың болады тоже. 9 мың? Сонда қанша? Так. Где-то 38 мың, так. Бұлар производствосы қандай? Қазақстанда осы талғарда. Қазақстанский ғой, барлық қазақстанский ма? Басқа производство жоқ, иә? Только. Рубашкалар. Қанша? Бұлар так 16 мыңнан ғой. 16 мыңнан? Рубашкалар 9 мыңнан. 9 мыңнан басталады, иә? 9 мыңнан басталады дегенде рубашка қыздарский этот. Хоть қашан, хоть ұзын жең бәрі 9 мың. Бәрі 9 мың, иә? Скидка болмай ма? Енді мыналарды алсаң, хотя бы мыналарға, или көп балалы мыналарға? Көп балалы мыналарға қанша процент? 10%. 10%. А мынау мужской да женский да бағалары бірдей ма? Так, мужской этот рубашкалар 7 мыңнан олар. Қалған несінің бәрі бірдей болады. Глассмандағы жейделердің барлығы 9 мың екен. Сондай-ақ біз сөмкелердің де бағасын біле салдық. 18 мың. Рюкзактар 18 мың. Жоқ, 16 мың. 15 мың 990. Арзан ба? Қанша? 15 мың 990. Достар, біз Мегапарк орталығынан шықтық. Біздің келесі аялдамамыз Абди дүкендер желісі канцелярлық. Бізге ең жақыны Сейфуллина 465-те орналасқан. Біз Абдиге де келдік. Абдиге кіріп бара жатып, тағы бір отандық Ангелчер дүкенін көріп бағаларын сұрадық. Бағалары Глассман бағалары сияқты қымбаттау екен. Мұнда ол балаға арналған пинжек, яғни костюмдердің өзі өлшемдеріне байланысты 18 мыңнан басталып 23 мыңға дейін. Жилеттің өзі 7 мың 9 мың аралығы. Шалбарлар 12 мың 15 мың аралығында. Ал қыз балаға арналған белдемшелер 7 мың 700 теңгеден 16 мыңға дейін болса, сарафандар 14 мыңнан басталып 20 мыңға дейін жетеді. Абдидің бір ерекшелігі, мұнда көздің жауын алатын тауарлар өте көп, бағалары да әртүрлі. Мұнда ең көп алатын мектеп құралдары күнделіктер 890 теңге, қаламдар 40 теңгеден 440 теңгеге дейін, өшіргіштер 125 теңге, желім 145 теңгеден басталса, түсті қағаздар 85 теңгеден 980 теңгеге дейін, сурет салу альбомы 150 теңгеден 700 теңгеге дейін, ал циркульдар 2900 теңге, ал ең басты деген дәптерлер 30 теңге екен. Жалпы баға жағынан арзанын да қымбатын да кездестіресің. Абдиде пеналдардың түрлісін табасыз, ал сөмкелер базармен салыстырғанда әлде қайда қымбат. Данный вид модели 18500. 27500. Біз сатушылардың бірінен бірінші сыныпқа орташа есеппен қанша қаржы кететінін сұрадық. Средний такой чек, чтобы примерно ориентир иметь. 25. Или со сумкой тогда уже 50 или 40 будет. Сумкамен көп ала ма? Сумкамен не алады. Енді Сумка қымбат екен, качестволары жақсы ма, бірақ? Качествосы жақсы, тайгерский ғой бренді. 21-ден басталады. Если он сумканы қоссаңыздар, 40 евро шығады ғой. А тайгер это кто? Ну, Производится.
Достар, біз бастауыш сынып оқушыларын мектепке дайындауға қанша қаржы кететінін зерттеп, қаланың халық көп барадау деген жерлеріне бардық. Канцелярлық тауарлар, сөмкелер, аяқ киімдер мен киімдер қанша тұратынын білдік. Біздің қорытындымыз бойынша барахолка, байсат, көк базарда канцелярлық тауарларға орташа есеппен 10-15 мың теңге аралығында қаржы кетеді. Канцтауарға көбірек арзандатылған бағамен аламын десеңіз, байсатта тиімді екенін көрдік. Ал Абдиде әрине қымбаттау, орта баға 15-20 мың. Мектеп формаларының бағасы жөнінен отандық компаниялар көш бастап тұр, яғни Glassman және Angelcher. Сіздер мектеп формаларын отандық компаниялардан аласыздар ма? Қай отандық өнімге сенім білдіресіздер? Пікірде қалдырсаңыздар болады. Баға жағынан келесі орында шалбар, жилет, костюмымен бірге 18 мыңнан басталатын ақбұлақ тұр. Соңғы арзандау көк базарда болды, бағасы 15.500-ден басталды. Достар, базарда түрлі бағалар болуы мүмкін. Бұл тек біз кездестірген бағалар. Әркім әртүрлі айтады. Сол себепті базарлардың бағасына бағаны өздеріңіз беріңіздер. Мектеп сөмкелерінің бағалары жағынан Абди алдыңғы қатарда десек болады. Абди кеңесшілерінің бірінен неге сөмкелер қымбат дегенімізде сапасы мықты Tiger компаниясының өнімі деді. Келесі орында баға жағынан Glassman жайғасты. Көк базарда кемі 10 мыңдық сөмкелер көрген соң, 3-ші орынды соған бердік. Ал байсат пен ақбұлақта сөмке таңдағанда сақ болу керек шығар. Себебі 4-5 мыңнан басталатын сөмкелердің сапасы қанша уақытқа шыдайтынын кім білсін. Достар, бізде өз көргенімізге байланысты осындай кішігірім қорытынды. Сіз бағаны таңдайсыз ба, сапаны ма? Баланы мектепке дайындауда біз барған жерлердің қайсысына көп жүгінесіздер? Пікірде қалдырып отырыңыздар. Арнайы репортаж осымен тәмам. Сіздермен болған Ұлжан Мұханбек, Светлана Пак, Әлихан Мырзағұл, арнайы Барс Медиа арнасы үшін.